сөз өзіңізде. Иә, мен Өскеменнен осы компанияда былтырғы марттан бері келіп продукцияларын, өнімдерін ішіп жүрмін. Айтқандай өнімдерін, суларын бәрін ішкенмін. Осы январь айында менде бір жағдай болып, өте тас бар деді. Өте көп тас жиналған. Содан мен Дулат мырзаға звондап, біздің әскери дәрігер. Сол кісі маған мынандай рекомендация берді. Мына күміс суды 50 граммнан үлкен дозамен ішіңіз деп. Магний суды тоже сол ударный дозамен ішіңіз. Онан кейін түнде алтын суды ішіңіз деді. Сізде не жағдай болды? Толығырақ айтып өтсеңіз. Өте тас, өте көп тас болған. Сонан кейін мынандай пластир, күміс пластирді қабырғаның, екі қабырғаның астына, сонан кейін арт жақтан тағуға, жапсыруға кеңес берді. Онан кейінгі қандай тағы да екінші диагноз? Қазір мен оны айтайын. Онан кейін метропорошокты күнде ішіңіз деді. 5 күннен кейін суды ішіп болғаннан кейін 5 күннен кейін күнде 5 күн ішіңіз деді. Ол кісінің айтқандарын бәрін істедім. Одан мені квота береміз деп областной больницаға жібергенде, областной больницада Башабаев деген хирург маған айтты, сізде тас ерунда, сізде мына неде тоқшекте онкология сияқты ісік бар деді. Содан мені рентгенографияға түсірді. Рентгенографияға түсіргенде менде ешқандай тас болмай шықты. Ал сүйегім біріне бірі түйіліп қалған. Міне, осы продукцияның бәрін берген маған Нина Николаевнаға алғысым шексіз. Осындай кеңес берген Дулат мырзаға алғысым шексіз. Міне, енді мен өнімнің анық көзім жетті, өнімнің осындай адамдарды емдейтініне. Бұрын адамдар айтып жатқанда мен сене қоймайтынмын. Міне, өзім соның бәрін көрдім. Өте қуаныштымын. Көп рахмет. Осы компанияға көп рахмет. Месут бейге рахмет. Осындай өнімдер шығарып жатқан. Біздің Қазақстанның адамдары денсаулықтарын түзеп жатыр осының арқасында. Дулат мырзаға көп рахмет. Керемет кеңес берген екен. Ол кісіге рахметімді айттым. Ол кісі де енді қуанып қалды. Барлық қорқыныш артта қалды. Барлық қорқыныш артында қалды. Иә, рахмет. Сіз үшін қуаныштымыз. Барлықтарыңызға рахмет. Керемет нәтиже. International компаниясы жасай берсін. Өнімдер керемет. Рахмет сізге. Нәтижеңізбен бөлісіп жатқаныңызға. Өздеріңе де рахмет.